Бүгін сіздермен workbook'тың 14-ші бетіндегі an email from a friend деген тақырыбында талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп комментарийге рахмет деп жазып кет, себебі сенің ағылшын тілінен 5 шығуың керек. Сонымен бастаймыз. Read the text, choose the correct answer. Яғни мына тексті оқы және де дұрыс жауабын таңда. Бұл жерде A жауабы дұрыс болады. A climbing club болады. Freddy is at climbing club. Яғни Фредди бізде өрмелеу үйірмесінде. Мындай қанатқа шығып өрмелеу үйірмесінде дейді. Ары қарай екінші тапсырма. Read the text again, complete the sentence with the words in the box. Яғни тексті тағы да бір рет оқып, мына сөйлемдерді берілген сөздермен толықтыруын қажет. Freddy is at center for 6 days. Freddy ол орталықта 6 күнге. In Freddy's class there are 7 students. Freddy'дің сыныбында бұл жерде 7 оқушы бар. Climbing is with 2 teachers from Colorado. Яғни өрмелеу үйірмесі ол 2 ұстазбен бірге Колорадодан. The drama club is at 5 o'clock on Monday. Яғни театр үйірмесі немесе драма үйірмесі ол сағат 5-те дүйсенбі күні дейді. Қажет болса мына тексті сендерге оқып аударып берейін. Сонымен бастаймыз. Hi Ben, сәлем Ben, how are you? Қалың қалай? I am at a big fan activity center in Scotland this week. Мен үлкен ойын-сауық орталығында Шотландияда осы аптадамын. It's fantastic, бұл керемет. There are 10 different activities for young people. Бұл жерде 10 әртүрлі ойын-сауықтар бар, жас балаларға, жас адамдарға арналған. I'm here for 6 days. Мен бұл жерде 10 күндемін. From Monday to Saturday. Дүйсенбіден субботаға дейін. It's Wednesday today. Бүгін сәрсенбі күні. For the activities we are in classes of 7 students. Бұл сауық кештерге біз ойын-сауықтарға біздің сыныптан 7 оқушы бар. There are 4 girls in my class and 3 boys. Бұл жерде 4 қыз менің сыныбымнан және 3 ұл. Harry, Alex and me. Гарри, Алекс және мен. Harry is my friend from school. Гарри ол менің досым мектептен. He's fun and he's very popular. Ол күлкілі және ол өте атақты. The activities are in the morning. Today is climbing with my favorite teachers Sam and Rebecca. Сәрекеттер, яғни ойын-сауықтар таңертең болады. Бүгін өрмелеу күні менің сүйікті сәрекетім, ойын-сауығым, өзімнің мұғалімдерім Sam мен Rebecca мен бірге. They are from Colorado in the USA. Олар Колорадодан, ақштан. And they are very good at climbing. Яғни олар жақсы осы өрмелеуден. I think climbing is exciting but dangerous. Мен ойлаймын өрмелеу ол қызықты, әсерлі, бірақ қауіпті, dangerous дейді. See you on Monday at 5 o'clock at drama club. Кейінірек көріскенше дүйсенбі күні сағат 5-те драма үйірмесінде. Bye Freddy дейді. Сау бол Freddy дейді. Енді true false'ды орындап көрейік. Read the text again and sentence true false. Okay, түсінікті. Freddy is at center from Tuesday to Saturday. All false. Ол ойын-сауық орталығында from Monday and Saturday. Мына жерде to болу керек, to Saturday. Ары қарай. There are 3 boys in the class. Бұл жерде 3 ұл бар сыныптан дейді. All true. Harry is popular. Гарри ол өте атақты дейді. All true. Төртте, the activities are in the afternoon. Яғни ойын-сауықтары олар түстен кейін дейді. Ол бізде дұрыс емес, ол false. The activities in the morning. Олар таңертең болу қажет. Sam and Rebecca students дейді. Sam and Rebecca ол оқушылар. Олай емес, ол false. They are teachers. Олар мұғалімдер. Sam and Rebecca at good climbing. Яғни Sam and Rebecca өрмелеуден өте жақсы дейді. Ол true. Ары қарай 5-ші тапсырмаға назар аударайық. Complete the sentence with days of the week. Яғни мына тақырыпты апта күндермен сәйкестендіріп, толықтырып жазуымыз қажет екен. My favorite activities is on Wednesday. Менің сүйікті ойын-сауығым ол сәрсенбі күні. The photography class is on Monday. Фотоаппарат немесе сурет үйірмесі дүйсенбі күні. There is a taekwondo lesson on Thursday. Бұл жерде болады taekwondo үйірмесі сабағы бейсенбі күні. The dance class is on Saturday.
at 9 o'clock, яғни бүйірмесі сенбі күні сағат 9-да. Tuesday is a boring day, яғни сейсенбі ол өте қызықсыз күн. There are no classes on Sunday. Ешқандай сабақтар жоқ, бұл жерде ешқандай сабақтар жоқ, жексенбі күні дейді. Жалпы сабақ ұнаса комментарийге рахмет деп жазып кет. Сен ағылшын тіліне 5 шығуың керек, және де каналға тіркелуді ұмытпа, себебі мына жақта жауаптар өте көп болады. Goodbye, have a nice day.